Жас жұбайларға өнегелі оқиға. Баяғыда бір жігіт үйленіпті. Үйленген күні өзі, келіншегі және анасы дастархан басына жиналыпты. Келіншегіне ерекше құрмет көрсетіп, үлкен әрі сәнді кесемен тамақтың ең құнарлысын ұсыныпты. Ал анасына көңіл бөлмей тағамның дәмсізін береді. Бұны байқап отырған текті әрі дана келіншек күйеуіне «Менің талағымды беріңіз, сізбенен ажырасамын» депті. Күйеуі сүйіп қосылған келіншегін райынан қайтарамын деп әбден әуре болады. Ол әйелінен мұндай шешім қабылдауының себебін сұрай береді. Сонда келіншек қанына тартпай тумайды және қалай жазаласаң, солай жазаланасың деген ескінің сөзі бар. Мен сізден бала тапқым келмейді, өйткені сізден туған бала қазір сіз анаңызды қорлағандай, мен де ұрпағымның алдында қорланамын ба деп қорқамын дейді. Келіншек ол күйеуінен ажырасып, анасына мейірбан, жақсылық жасаушы басқа бір жігітке тұрмысқа шығыпты. Арада біраз жылдар өтіп, күндердің күнінде әлгі келіншек керуеннің күймесінде бала шағасының қызметінің аясында кетіп бара жатса, көш соңында жаяу келе жатқан бір қарияға көзі түсіпті. Сонда әйел «Ана ақсақалды қасыма алып келіңдер» деп бала шағасына беріпті. Сөйтсе ол бұрынғы күйеу екен. Ол әйел жаңағы шалға қарап «Мені таныдыңыз ба?» деп сұрапты. Сонда шал «Жоқ» депті. Сонда әйел «Мен сіздің бұрынғы келіншегіңізбін. Мен сізге сол кезде қанына тартпай тумайды. Қалай жазаласаң, солай жазаланасың демеп пе едім? Міне көріңіз, менің бала шағам қалай қызметімді атқарып жүр. Ал сіздің қартайған кезде жаныңыздан табылуы тиіс бала шағаңыз қайда?» депті. Сосын сауап үшін мына ақсақалға да қамқор болыңдар деп бала шағасына беріпті. Абу Жахбар: кей келіншектер үйде күйеуі өз анасынан келіншегін артық көріп жатса, соған марқаяды. Мені сүйеді екен, мен үшін бәрін кешеді екен деп көкірек кереді. Бірақ бүгін келіншегі үшін анасынан бас кешкен жігіттен ертең өзінен безетін бала тумасына кім кепіл? Атам қазақ, атаңа не қылсаң, алдыңа сол келер деген. Қалай жазаласаң, солай жазаланасың деген даналардан қалған сөз тағы бар. Осыны қаберден шығармаған жөн-ау.